Жапондардың бала тәрбиесіне қатысты біраз кітаптар оқыдым, иә. Сол жерде бір баланың мектептегі үлгеріміне байланысты бір кітап оқыдым. Авторды ұмытып тұрмын дәл қазір. Сол кісі айтады, ұл баланың жетістігі үшін әке жауапты, қыз баланың жетістігі үшін шеше жауапты дейді. Егер ұлың сабақты жақсы оқысын десең, ұл бала сабақты әкесімен бірге қараған. Мен батырыма, өзімнің күйеуіме осыны айттым, әкесін айттым. Ұл баланың нәтижеге жету үшін мен емес, сенімен бірге оққаны дұрысырақ екен деп әкесіне айтып едім. Жапондардың осындай статистикалық зерттеу жасалған. Сондай зерттеуден кейін ұлды оқытқан кезде, қызды жаңағы шешесі оқытқан кездегі қандай университетке түскен, қандай мамандық алып шыққанына дейін бір статистикасы бар. Содан кейін кәдімгідей күйеуім илана бастады да, ұлыммен жұмыс істеп, шыны керек негізі ұлымыздың тілі өте кеш шыққан, бірақ нәтиже өте жақсы болды.